январь 2022 жыл Нью-Йоркта қазақтар жиналып жатыр, жалпы Америкадан. Дәл қазір Манхэттендамыз. Біздің Қазақстанның елшісі осы зданияда. So we are protesting against Russia and Kazakh dictatorial regime. Шоколад жемейді ме екен? Иә. Менің флагымды түсіріп жатыр. Оны ала береміз ба, заттарды? Давай, уже жиналып жатыр. Плакаттарды ала беріңіздер. Плакат, ту. Қазақстан елшілігінің алдына келдік. Қазақтар жиналып жатыр жаймен. Бәрінің ниеті бір. Қазақстанға білдіру, қазақтармен бірге екенімізді. Вест Америкадан кеп түсіріп жатыр, Россиядан кеп түсіріп жатыр. Это благополучно, что российские войска выйдут. Он продает нашу страну, и он никогда не был избран народом Казахстана. Чтобы подавить мирные митинги в Казахстане. Поэтому я извиняюсь. Миротворцы приходят мирить, а не убивать народ. Ваши миротворцы убивают наш народ. Да. Шешуші кезеңнен өтіп жатыр. Бұл жағдай өте қайғылы және қуанышты бір жағынан. Неге десеңіздер, өйткені халқымыз оянды, халқымыз тік тұрды және халқымыз сатқын билікті құлатуға ашықтан ашық шықты. Бұл өте қуанышты хабар. Келесі бір аянышты хабар және қайғылы. Бұл сатқын биліктен жай ғана бейбіт түрде кеткісі келмейді. Бұл билік соғыс, бұл билік күшті пайдалану арқылы бейбіт шыққан халыққа күш қолдануда. Қазіргі соңғы ақпараттарға сәйкес Ресейдің сарбаздары қазақ жеріне еніп, қазақтың ол қыздарын атып жатыр. Ресейдің қол астында болып тұр. Әлі де сол коммунистердің қол астында болып тұр. Әлі де біз бостандық үшін күресудеміз. Қазақ халқы 1731 жылдан бастап Ресей империясына қарсы, кеңестік Ресейге қарсы 367 рет шерулерге және көтеріліске шыққан. Қазақстанда көптеген адамдар өкінішке орай ойлайды, Қазақстанға тәуелсіздікті әперген Назарбаев деп. Жоқ, Назарбаев Қазақстанға тәуелсіздік әкелмеді. 1986 жылы шыққан жастарға Назарбаев «Комсомольская правда» газетіне берген сұхбатында былай айтты. Шеруге 86 жылғы шыққан жастар алкоголиктер, нашақорлар және бандиттер деген. Және Назарбаевтың кесірінен Қазақстан Кеңес одағынан СССР-ден ең соңғы мемлекет болып тәуелсіздік алып шықты. Яғни Назарбаев Қазақстанның тәуелсіздігін болуына сондай бір бөгет жасаған адам құлға болған. Батырларымыз, біздің қазақ халқымыз және Алашорда, сонымен қатар 86 жылғы жастардың қаны бізге тәуелсіздікті әкелді. Уважаемые соотечественники, всем большая благодарность, что вы сегодня пришли. Наша страна, наша Родина сегодня переживает один из важнейших моментов своей истории. Этот момент, он с одной стороны очень счастливый, и с другой стороны он очень трагичный. Счастливый, потому что наш народ наконец-то поднялся. Наш народ наконец-то вышел против этой диктаторской власти. Наш народ начал открыто бороться с ней. И трагический момент — это то, что эта диктаторская власть не хочет уходить мирно, не хочет уходить законно, но она использует военную силу и убивает наших граждан, наш народ, который мирно вышел на массовые протесты. По последним данным, российские войска уже вошли в нашу страну и убивают наш народ. Казахстан, к сожалению, мы еще никогда и не получали независимость, все так же принадлежим Российской Федерации. 86-й год повторяется. Мы должны остановить внешнюю угрозу, чтобы они не убивали наших людей. Извините. И будем требовать, чтобы российские войска покинули Казахстан. Мы против власти, нынешней власти, текущей, действующей власти, против режима Назарбаева. Хоть и он сложил свои полномочия, но он является серым кардиналом этих. И мы против Токаева, мы против того, чтобы ОДКБ вводило свои войска. Поэтому я хочу, чтобы правительство услышало нас, не только правительство. Я хочу, чтобы мировая общественность услышала
воли Всевышнего, здесь есть такие международные организации, как Объединение Объединенных Наций. Мы можем хоть каждый день стоять и говорить всему мировому сообществу о том, что происходит сейчас в Казахстане, что мирные люди погибают, идет отстрел мирных граждан, что мирных граждан назвали террористами, и фактически, пользуясь этим, табуретка президент Токаев, ставленник диктатора Назарбаева, вел войска ОДКБ. Я хочу сказать, российские наши братья, белорусские братья, да, армейские братья, они все поддерживают казахский народ. То, что ОДКБ вошло в Казахстан, это путинская работа. Надо на этом ставить зацепку. Это путинская работа, и русский народ не хочет воевать с казахскими братьями. Казахская диаспора в Америке. Мы вместе с вами, казахский народ. Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Аспаны алтындан даласы. Кыргызбек ой, да? Неге? Запретить. А, из-за этого? Ну, передадут же точно, да? Біздің петициямызды өкінішке орай біз елшілікке барайын десек, елшілік жабық дейді. Елшілікке бізді кіргізбеді, бірақ біз сол петицияны осы ғимараттың бастықтарына бердік, және олар елшілікке тапсырады. Менің пікірім бойынша бүгін әдейі елшіліктің қызметкерлері жұмысқа шықпады, өйткені олар өз халқынан қорқады. Америкада болса да өз халқынан қорқады, өйткені ол біледі, олар қылмыстық заңсыз билік екені. Яқта мама сөйлеп жатыр. Кеше бесі күні Арменияның басшысы Пашинян Қазақстанға ОДКБ-ның тұсынан әскерилерді жібереді, және ол әскерилер қазақ жастарына, қазақ халқына қарсы оқ атып, соларды басып жаныштауға бар әрекетін жасайтынын мәлімдеді. Қараңыздар, полицейскийлар дым ештеңе істей алмайды бізге. Олар жай ғана біздің қауіпсіздігімізді қадағалап тұр. Kazakhstan? Yeah, Kazakhstan, Central Asia. Kazakhstan, they just want to leave a letter for the, I guess the Prime Minister of Kazakhstan. Wait, how are they going to take the letter up there? Are you going to bring it up there? Yeah. They're gonna go there inside and leave the letter. Is it okay that they're going upstairs? Do they want you upstairs? No, it's our embassy, sir. This is the guy here. Talk to you? Okay. Короче, полицейскийлармен теманы шешіп тастадым. You get more guys, please. You know, they're blocking the doors, and we got a hospital here, like 2 floors. In the city, right? Do you want me to break up a peaceful protest right now? My man, you know, the thing is, you know, that they blocking all the business besides, you know, the consulate. You know what I mean? We got a hospital here. People are coming to get colonoscopy, endoscopy. Бізге полициялар көмектесіп жатыр. Мынау типа жолды блокировать етіп жатыр дейді да, бірақ полицейский тұрып бізге жақтасып жатыр. Біздің жеке правамыз бар екенін айтып жатыр, что мы можем протестовать, мы можем келіп осы жерге өз пікірімізді айтуға деп. People are getting by no problem. They're just saying but they're blocking the door. They cannot get in. Create a little access way, but it's a peaceful protest. That's not my. That's not my. People gotta get in and out the building. They're getting in and out of the building. This guy works on the 3rd floor. They're just saying they're just saying it's over here. Because again, you're blocking the sidewalk. It's blocking the sidewalk. Okay. If anybody else, if it's Black Lives Matter, you gotta stop them too. No, we wouldn't. You have. No, we wouldn't. You have to have a walkway. You have to have a walkway. Don't tell me that we would stop a different protest. I'm not here to fight with you, bro. No, there's nothing to fight about. He's in agreement with you. Sizden birge! Америка қазақтары! Sizden birge! Біз Қазақстандағы шерушілерді қолдаймыз! Біз Қазақстандағы халықты қолдаймыз! Сатқан билік жойылсын! Сатқан билік жойылсын! Қылмыстық билік жауапқа тартылсын! Назарбаевқа түрме! Масимовқа түрме! Кулибаевке түрме!
Дариға мен Тоқаевқа тоқтамаймыз. We stand with Kazakh people. We stand with protesters. Nazarbayev murderer. To jail. Russia, get out of Kazakhstan. Putin is here. Tokayev. Stop killing Kazakh people. Tokayev. Stop killing Kazakh people. Time to overthrow the criminal regime. Ақштағы қазақ диаспорасы бүгін Қазақстанның Нью-Йорктегі ген консулствоның ғимаратының алдына барды. Сонымен қатар Ақштағы Сиэтл, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, LA. Қазақстан алға! Қазақстан алға! Қазақстан алға! Қазақстан алға! Назарбаев кет, шал кет! Путин кет! Путин кет! Путин кет! Раша, do not equal! Қазақ халқы біз сендермен біргеміз! Қазақ халқы біз сендермен біргеміз! Біз тәуелсізбіз! Мы независимы! Ес болған жоқ. Бұл менің өзімнің көзбен көрген естіген адамдардан естігенім 3 жасар баланы өлтіру жазықсыздан жазықсыз. Мен ойламаймын, қазақ жаңағы осы халықтың қамын ойлап шыққан халық, яғни үнін айтып жатқан менің халқыма, менің жаным ауырады. Менің халқымның үні, менің үнім. Нью-Йорктағы митинг. Адамдар кіріп кетті ма? Енді? Сол күтеміз шыққанша. Сосын олар шыққан кейін неге аламыз Арменияны. Жөзде қалай да? Қачқан ма, қалай ма, қалай жүзді? Че там? Не жаңалық? Қалай жүзді? Пойдет? Ақындап өзің бар. Жақсы ақырындап. Че там? Қашан келдің? Жауап раз сен машинаны көргенсің ана жерде кеттік бәрін тастадым. Үйдегілер аман ба? Шымкентте қалай? Сен бірақ мама операция жасау көрді, сол менен болмай жатыр, ё-моё. Шымкент талқандап жатыр ғой тоже. Ассалаумалейкум, брат, қалайсың? Я знаю. Сендерде ше Алматыда қалай? Шыннан мен таныстарым бәрі үйде отыр бәрі. Не болып кетті? Шыққандар бар ма негізі? Шыққанда андай мирныйға шыққан. Былайынша кипішқа вообще қатыспайды. Кеше кіммен сөйлескем? Нұрлыбекпен. Қиратып отыр деді ғой. Қош, ол органдарда істемей ме ол? Магазин. Жоқ, неде істейді ғой? Министерствода магазин ашқан ғой. Астанадан. Айып тастады ма? Кімнен сұрайды оны? Кассадағы ақшаны бәрін алып кетті. Ешкімнен сұрай алмайды ғой оны, болды бітті. И то ол жақта страховка да жоқ қой. Біздің сияқты покрыватырмыз. Экипировка база. брат. Сразу. Разный ракурстардан. Активке Теле2-ға звондамады. Звондай алмады. Бауқаның рейтингі. Мен маманы Билайнға сразу звондадым. Нормально ма, бәрі жақсы ма? Ондай емес. Короче, Нью-Йорк, Шеру. Қанша адам жиналды, примерно, не знаю, 50 шақты шығар. Көрген көп болмаса. Мына бәрі жиналған. Well, no. Okay, don't rush. I just want to. I gotta make phone calls. Thank you, sir. Appreciate that. Appreciate it, man. Thank you very much for your help. Yeah. You guys are all done? Yeah, I guess so. We're gonna hang out. Make sure that no one bothers you guys while you're here. The problem is, police in my country cannot allow this kind of meetings. You see. So that's America, man. I'm so happy that I'm here. Appreciate that, guys. Yeah, absolutely. Right, guys. I just learned something new. I didn't know Kazakhstan was all Asian. Yeah, we're part of like we're Turkic people, so we look Asian, but we're not that Asian. See? Yeah. I was in the war and everything was staying in it. They don't look like you guys. No, that's completely different people. So. Well, Yeah, appreciate so you guys appreciate being that, so guys. orderly. Thank you very much. Well, Appreciate it. Yep, thank you. Бірге лозунгтарымызды көтеріп барайықшы. Иә. Барлығымызда бір-бірімізбен бөліспей, ажыраспай, бір үлкен тізбек ретінде осыған барамыз. Міне осылай өстіп мирно шығып, мирно өзіміздің наразылығымызды айттық та, и қазір жылжындып жатырмық Арменияның консульствосының қасына. Жаяу 10 минут қана. Пешком 12 минут отсюда.
солдатов стрелять в наших казахских ребят, которые вышли в мирные митинги против своей диктаторской власти. Сегодня мы выступаем против Пашиняна, против армянского правительства. Мы не против народа Армении. Народ всегда вместе. Мы просим народ, помоги нам не вводить ваши войска в мою страну, не убивать мой народ. Милый мой народ армянский, мы ничего против вас не имеем. Мы пришли в ваше посольство сегодня против вашего руководства, против вашей армии. Мы ничего против народа не имеем. Народ всегда единый, народ всегда вместе. Только народ поймет друг друга. Остановите вашу армию. They shouldn't be in the government. These people 30 years in the power, and they're calling us people foreign terrorists. Come on. Мы все одна нация, одна страна, и мы должны решить проблемы нашей страны своими усилиями. И мы никого не просим, это мы граждане Казахстана, мы не просим никого вовне помогать нам. Мы, казахстанцы, должны сами решить нашу проблему. Бәріміз бірге, алға Казахстан. Алға Казахстан! Армяне, мы не против вас, мы против вашей власти, которая пытается сейчас вести армию. Нам больно видеть, как умирают наши люди. Поэтому мы призываем вас к дружбе, не следовать за Россией, но Путин принимает решение не убивать, без кровопролития, потому что без этого обязательно след останется, и мы это на всю жизнь запомним. Dear Armenian people, we're not against you, we're against the government's decision, which is following after Putin's decision, which is trying to get the military in Kazakhstan. The protesters they're trying to solve their rights in a peace. So please don't kill our people, nor kids, nor women, because it's hard for us to see. Maybe you accept us Jewish nationalities and you don't care the lives, but it matters to us because every person matters in Kazakhstan. We're not after the war. We are for the peace, for the peaceful life. Yeah. We need to respect people's decision. We don't need to intervene. We don't need you to invade Kazakhstan to tell us or try to keep us safe. You're trying to keep us safe for the people who've been in government for 30 years. Enough is enough. Yeah. Enough is enough. Respect. Respect people's choice. Respect. Enough. Enough protecting corrupt government of Kazakhstan. Стоя возле консульства Армении, хочу Армении сказать, не совершать ошибки 20-30-х годов, когда они в Среднюю Азию зашли и устроили геноцид кыргызов, узбеков, таджиков, казахов. Я думаю, армяне не хотят еще проблему. У них хватает, наверное, одной проблемы с Азербайджаном. И если зайдут, начнут стрелять, у них появится среднеазиатская враги. И я думаю, Армения, тебе стоит подумать 100 раз, чем заехать в Казахстан со своей армией. Пашинян, очнись! Казахстан и Кыргызстан не простит твои ошибки. Одумайся еще раз. Я тебя еще раз прошу. Армения, не вводи войска в Казахстан! Не простим! Не простим! Қатты жағдайда Алматы, Шымкент, Қызылорда, Маңғыстау барлық жақта жағдай өте ушығып жатыр. Мен айтайын дегенім, бұл жерде бүкіл Қазақстанның жастары біз нет хорошей жизни здесь. Правильно? Біз осы жерде жаман өмір, жақсы өмірден сүріп жүрген жоқпыз. Егер жағдай жақсы болса, біз Қазақстанда ата-анамыздың жанында, ата-анамыздың қасында өмір сүрмейміз ба? Біз шаршадық, Назарбаевтың режимін құрту керек. Кеше ғана менің досымды атып кетті. Ол әшейін мирный митингке шыққан, сол кезде айтады, бір 40 адам келді дейді, сақалдылар дейді. Келді да барлығын талқандай бастады, адамдар соны еріп кетті дейді.
И жанында жүрген дос айтады, жанында тұрған досымды атып кетті дейді. ОДКБ создавался как организация договора коллективной безопасности. Но сейчас эту организацию превратили в коммерческую частную лавочку. Президенты этих стран для защиты своих интересов, своих шкурных интересов, чтобы сохранить свою власть. Я обращаюсь к армянскому народу, кыргызскому народу, узбекскому, русскому и всех, кто состоит в этой организации. Выйдите на улицы своих городов, в своих странах, выступите против. Ни одна страна не должна вмешиваться во внутреннюю политику. Мы сами разберемся. Напал на свою страну, где состоит эта организация. Это все из-за того, что Назарбаев и Токаев, они предатели своего народа. Чужими руками хотят убить людей. Машина отырып жүрсіз. Жаурап атқан жоқпын. Внутри какая-то дрожь. Хотели бы высказать вот 3 основные идеи, которые вот мы все с друзьями, со знакомыми обсуждали. В первую очередь мы считаем, здесь мы приехали сюда, чтобы поддержать мирный народ, который вышел выразить просто свое мнение, который не нападает ни на кого, просто вышли и стоят. Вот мы хотели бы сказать, что мы с вами, как бы далеко мы не были, но мы пришли сегодня сюда выразить эту точку зрения. Во-вторых, мы бы хотели сказать то, что мародеры и те ребята, кто пользуется ситуацией, вы делаете неправильно, и, пожалуйста, остановитесь, не грабьте свой же народ, все бизнеса, эти провокаторы, люди тоже, не ведитесь на провокации. И в третью очередь мы бы хотели сказать участникам стран ОДКБ покинуть Казахстан и дать им самим разобраться, так как это суверенное независимое государство. Спасибо. Пожалуйста, не забываем историю. Мы все единый народ. То, что какая-то группа политиков, которые живут только для своих интересов, которые сталкивают народы, чтобы они просто друг друга поубивали, им все равно, им вообще все равно. Они завтра будут сидеть в своих домах, ходить в богатые рестораны, и они будут так жить. И вообще до нас дела нет. Пожалуйста, подумайте, мы не живем в каком-то среднем веке, чтобы не понимать то, что прошито белыми нитками. Пожалуйста, помните об этом. Баршаңызға үлкен рахмет.